Мақтағыз бен мысық. Баяғыда мақтағыз бен мысық болыпты. Мақтағыз үйін жинап жүріп, бір мейіз тауып алады да, мысықты шақырады. Мысық келмейді. Қыз: «Келмесең келме», деп мейізді өзі жеп қояды. Жеп болған соң мысық келіп: «Неге шақырдың?» деп сұрайды. Мақтағыз айтпайды. Сонан соң мысық: «Ендеше мен қатығыңды төгем», дейді. Мақтағыз: «Мен құйрығыңды кесіп аламын», дейді. Мысық қатықты төгеді. Мақтағыз мысықтың құйрығын кесіп алады. Мысық: «Апа, құйрығымды берші», дейді. Мақтағыз: «Менің қатығымды төле», дейді. Мысық сиырға барады. «Сиыр, маған қатық берші, мяу», дейді. Сиыр: «Мө, менің қарным ашып тұр, маған жапырақ әкеліп берші», дейді. Мысық ағашқа барып: «Ағаш, жапырағыңды берші», дейді. Ағаш: «Мен шөлдеп тұрмын, су әкелсең, жапырақ беремін», дейді. Мысық суға бара жатса, су әкеле жатқан қыздарды көреді. «Мяу, қыздар, маған су беріңдерші», дейді. Қыздар оған: «Бізге сағыз әкеліп берсең, біз саған су береміз», дейді қыздар. Мысық дүкенге барады. «Әй, дүкенші, маған сағыз берші, мяу». Сонда дүкенші: «Маған жұмыртқа алып келіп берсең, сағыз беремін», дейді. Мысық тауыққа барады. «Тауық, маған жұмыртқа берші», деп мяулайды. Тауықтар: «Қоқ, бізге дән әкеліп берсең, біз саған жұмыртқа береміз, қоқ», дейді. Мысық енді не қыламын деп бара жатса, бір ін қазып жатқан тышқанды көреді. Мысық тышқанға бас салады да: «Жаныңның барында айт, үйіңде не бар?» дейді. Тышқан қорыққанынан: Үйімде бір табақ тарым бар», дейді. Мысық сонда: «Маған бір уыс тарыңды бер», дейді. Тышқан үйіне барып, бір уыс тары әкеліп береді. Мысық тарын апарып тауыққа береді. Тауық жұмыртқа береді. Жұмыртқаны апарып дүкеншіге береді. Дүкенші сағыз береді. Сағызды апарып қыздарға береді. Қыздар мысыққа су береді. Суды апарып ағашқа береді. Ағаш жапырағын береді. Жапырақты апарып сиырға береді. Сиыр қатық береді. Қатықты апарып мақта қызға береді. Мақта қыз мысықтың құйрығын береді.